Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пирожное Павлова әзірлейміз. Ол үшін алдымен безе дайындаймыз. Жұмыртқаның ағуызына 1 шай қасық лимон шырынын қосып, массамыз ағарғанша миксермен араластырамыз. Кейін үстіне қантты қосып, әбден ерігенше араластыру керек. Массамыз аппақ болғанда қант ұнтағын қосамыз. Нәтижесінде массамыз өз формасын ұстауы тиіс. Пергаментке пирожныйдың формасын сызып, кондитерский мешокқа насадкамызды салып, меренгамызды құямыз. Пирожныйдың алдымен түбін, кейін оған корзина тәрізді форма береміз. Безені 100 градуста 1,5 сағат пісіреміз. Піскен соң бөлме температурасында суытамыз. Енді лимонный курт әзірлейміз. Ол үшін сарыуызға лимон шырынын, қант және жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Осы жерде үнемі араластырып тұру қажет. Массамыз сәл қоюлана бастағанда үстіне бөлме температурасындағы майды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Кейін оны кондитерский мешокқа саламыз. Келесі кезекте кремін әзірлейміз. Сгущенкаға сливкиді қосып миксерлейміз. Массамыз сәл қоюлана бастағанда қант ұнтағын қосып, қою крем болғанша тағы 3 минуттай араластырамыз. Пирожныйымызды жинаймыз. Безеге курт және крем жағып, қалауымызша әсемдейміз. Осымен біздің пирожныйымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.